аламын ғой. Шыдаңыз енді. Айтыңызшы, мен өлмеймін ғой. Дәрігер айтыңызшы, Кішкене шыдаңыз. Сабыр сақтаңыз. Шыда, бауырым. Әлі өлмейсің. айтыңызшы, мен өлмеймін ғой. Әрине. Қандай екенсің бір уақыт? Бәрі дұрыс па? Қалдыршы. Исін-ай. Оқ дәрінің иісші. Оқ дәрінің иісін үйрендік қой. Мұна сен шылғауың иісін үйрен олмай жатырмын. О, наш Ромео, как всегда, пишет письмо своей Джульетте. Джульетта емес, басқа біреу ғой. Сендер осы қыздарға хат жазбайсыңдар. Ал жазғанды көре алмайсыңдар. Дұрыс па болады? Дұрыс аға сержант. Мен үшін темекі шеккеннен сүйіктіме хат жазған 1000 есе артық. Отыра беріңдер. Сарбаздар тамақтанды ма? Жауынгерлер әл жинап тынығуда. Дұрыс аға сержант. Жау қайта шабуылдайды. Оларды өткізбеу сендердің міндеттерің. Сендерге көп нәрсе байланысты сарбаздар. Үмітіңізді ақтауға тырысамыз, жолдас капитан. Қатардағы жауынгер. Жасың нешеде? 18-де жолдас командир. Қатал тағдыр. Жас баланы отқа да оққа да тығып. Иә. Отан бәрімізге бір жолдас командир. Ел қорғау бәріміздің міндетіміз. Жарайсың. Олай болсын сарбаздар. Алдымыздағы парызымызды орындайық. Құп болады, жолдас Рахмет капитан. балам. Радист. Болам. Қатырады. Қалайсың болады? Дүние астан кестен болып отса да, хат жазып отырсың ба? Өзің амансың ба әйтеуір? Аманшылық. Болады деймін да. Құдай қаласа екеуміз аманшылық болса бірге ауылға барамыз. Елесейші көз алдыңа. Кеудеміз толған медаль. Ауылдан қыздарының бәрі алдымыздан шығып, Бектемірді қараш қандай сымбатты деп. Жоқ ой, Болат сенде айтады, қойымдама. Болат сенде көрді деп айтады. Сол кезде мен бар ғой, менше. Айтасың ау сенде. Бектемір, сен білесің ғой маған. Бір қыз қуанып, алдынан шықса болды. Менікі әзіл ғой бауырым. Ренжімеш. Дейді. Мен жылжин онда. Бата бер, шалдың баласы. Ал, аумин. Болса мен кетейін. Жақсы. Басыңа ажал төнбесін. Зеңбірегіңнің оты сөнбесін. Аумин. Максимге сәлем айт. Қаш. Болат. Болсаң оқтар жақындат. Құп болады. Бол тез, Бекайдаров. Міне. Фашистер шабуылға шықты, көрдің ма? Қане? Анау танкілердің артынан тырнадай тізіліп келеді. Ал, Максим бауырым, көкелерін көздеріне көрсетейік. Батальон! К бою!
Мынаны қараш. Бұзау мемсін деп тұрғаны да. Шалау, күнімізге жарап тұрған осы сиыр ғой. Анау шөбіңді көбірек салсаңшы, күннен күнге сүт азайып барады. Қорада шөп қалмады ғой. Қыстың соңы. Әйтпесе шөп таяп отыр деймісің? Бұзауына да қалдыр емсін. Болды ғой, тағы да бір тартайын. Жа, жетер енді. Бұзауын жіберем. Көктем шығып, жерде көгеріп қалды. Енді сүті де молаяр. Құрман тайым. Сүт қатқан шайды жақсы көруші еді. Қай жерде жүреккен қарағым. 3 айдан асты. Екеуінен де хат-хабар жоқ. Қос құлынымнан айырылып, қанатымнан қайырылдым-ау. Жа, балды жетер енді. Жамандық шақырмай тыяна көз жасымды. Кетсе, ел қорғауға кетті. Майданға кеткен жалғыз біздің балдар емес қой. Осы ауылдан 45 шақты адам кеткен жоқ па? Болды енді жыламаймын. Моншақ шешейдің жалғыз баласынан қара қағаз келіпті. Қайғыдан бүк түсіп, зар илеп қалды ғой. Шалау енді қайтсын. Бала, бауыр еті ғой. Бауыр етінен айырылып. Ой, анау келе жатқан пошташы келін ғой деймін. Әй, Күлдәриға, біздің балалардан хат-хабар бар ма? Жоқ апа, бар болса сүйіншін алмаймын ба өзіңізге келіп? Амансыз ба? Қалайсың Болатжан? Ау, Амансың ба апа? Күлдәриға, Ау, өзіңнің күйеуіңнен хат-хабар бар ма? күйеуімнен дейсіз бе? Жоқ апа. Әр келген хатқа телміріп, содан келген шығар деп көзімді алды. Бұнан артық шыдай алмаймын апа. Мына сұм соғыс қашан бітеді апа? Шаршап кеттім. Осы жұмысты өзім қалап тауып едім. Енді міне кімге қара қағазды қалай таратамын деп жүрегім ауырады. Бұдан артық шыдай алмайтын сияқтымын апа. Гүлғайша, шай қойып, келінді үйге шақырмайсың ба? Жоқ ата, рахмет ата. Келесі жолы келермін. Жарайды, мен барайын онда. Қап, мына шалдың әңгімеміздің шырқын бұзғанына, я? Бара ғой, айналайын. Қазір көке. Балалардан хат-хабар келсе сүйіншім дайын. Жұдырықтай набатым бар сақтаған. Жарайды апа, хат-хабар келе қалса өзіңізге келем. Тек набатыңызды ешкімге беріп қоймаңыз. Жүрегім бір пәлені сезіп тұрғандай. Құлындарым аман болса жарар еді. Уағалейкум ассалам. Кірсек бола ма? Тыныштық па? Қайдағы тыныштық? Бегайдаров. Болат, сіздің ұлыңыз ба? Иә, мен болам. Жасың нешеде? 18-де. 18-ге шілдеде толады. Не болып қалды? Балаңыз соғыста сұранған екен. Апа, тұрыңыз. Міне шақырту. Повестка. Естіп тұрмын құдайым. Қос құлын маздай. Енді жалғыз кенжемді жалмайын дедің бе сұм соғыз. Жібермеймін. Өз сұранған несі? Қыршыныңнан қиылайын деген шығарсың. Ендігі жетпеген осы. Әкең екеумізді жетімсіретіп, қайда бармақсың, құлыным-ау? Майданға, отан қорғауға барам, апа. Мен сіздерге хат жазып тұрамын. Қатын құрсын, қатын құрғыр. Қат емес маған өзің керексің ғой, құлыным-ау. Шалау, айтсаңшы мыналарға, не қып тұрсың мелши? Командир, баламның орнына майданға мен барайын. Енді балам өзі сұранса, балалықпен жазған шығар. Екі баламды аттандырдым. Енді өзім барайын. Асарым дасап, жасарым жасадым. Елім үшін өліп кетсем де арманым жоқ. Қалай, командир? Болмайды ақсақал. Болмайды. Повесткеде балаңыздың аты жөні жазылған. Оның үстіне өзі сұранған. Болмайды. Ал, жігіт, дайынсың ба?
Не Жинал, дейді? кетеміз. Бүгін әкетеміз дей ме? Иә, шешей. Ешқайда бармайсың. Жібермеймін. Ешқайда бармайсың. Апа, қойыңызшы енді. Мен сізге хат жазып тұрам дедім ғой. Мүмкін ағаларымды кездестіремін. Мен қазір көршіге барып қайтайын. Апа, сіз мені жолдар болғанда не беріңіз. Бегайдаров, қайда кеттің? Мен қазір тез. Тездет, Бегайдаров, уақытты қыз. Көрші ауылға барымыз керек әлі. Қарағым көршілерге қоштасуға кеткен болар. Үйлерінде бола қойса жарар еді ау. Болат? Не боп қалды? Тыныштық па? Тыныштық болғанда тыныштық емес. Мен майданға аттанып барамын. Үй жақта ауданнан келген әскери адамдар тұр. Не? Қалайша? Сен сонда соғысқа кетпекпісің? Иә. Отан қорғауға өзім сұрандым. Салтанат, саған айтайын Сенің дегенім. жасың әлі әскерге толған жоқ. Жазда 18-ге толамын. Салтанат, мен... Тоқта. Ал апаң мен көкең ше? Апам мен көкеме көз қырың сала жүр. Сен жақсы қызсың ғой. Анда-санда көмектесіп дегендей. Болат, сен ата-анаңды маған сеніп тапсырып барасың ба? Маған соны айтуға келдің ғой, я? Жоқ. Саған айтайын деген мол емес. Не қыз? Алда-жалда майдана оралмай қалсам, біліп жүргейсің. Рахмет, апа. Командир, көрші ауылға барам дедім ғой деймін. Повестка бар. Көрші ауылға. Ой, ол ауылда кәрі құртан кемпір шалдардан басқа майданға баратын еркек кіндіктерден ешкім қалмады ғой. Ақсақал ешкім болмаса неміз бар? Ол ауылға барып. Бектемір деген жігіт бар екен. Жанқожаев. Бектемір? Иә. Жанқожаев? Жанқожаев, иә. Не? Ол да өзі сұранған. Ол әлгі анау сайлаудың жиені ғой. Ой, байқұс балай. Алда құдай-ай. Әке шешесінен жастай айырылып, нағашысының қолында өскен бала ғой. Соғысқа Бәрекелді. Рахмет сізге. өзі сұранған дей ме? Ей, құдай біледі. Біздің баламен екеуі ақылдасып алған ау шамасы. Соғысты ойыншық көріп жүрген шығар олар. Қамшымен арқаларынан таспа тілермеді осы. Ашуыңыз басыңыз, ақсақал. Майданға шынында да қол жетпей жатыр. Түрлі желеулер мен сылтауларды айтып, майданнан қашып жүргендер қаншама. Сіздің балаңыз азамат екен. Міне ала ғой. Салтанат, сен мені күтесің бе? Иә. Тек жеңіспен күтем. Қалай үйге оспан жоқ па? Апам қатты жылап қалды. Көкем ренжіді. Сеніңше? Мені қойш, кім іздейді дейсің мен? Весна, Весна! Как слышно? Весна! Я третий! Я третий! Жолдас Майыр байланысқа шықты. Бірінші! Біз майдан шебіндеміз. Жолдас майор, баяндауға рұқсат етіңіз. Баяндаңыз, капитан. Ауа райы өте қатты құбылмалы. Алыстан 200-ден астам неміс фашистері көрінеді. 20-ға жуық танкілер бар. Енді мен тыңда, капитан. Біріншімен байланыс жоқ. Бірақ тапсырма, қалайда мына бекіністі жауға бермеу. Бұл бұйрық. Құп болады, бұйрықты орындауға тырысамыз. Тырыспайсың, капитан. Орындайсың. Құп болады, кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Весна! Весна! Я третий! Весна! Я третий! Я жігіттер. Әлі мен дегенше көктемде кеп қалды. Сарбаздар! Отан үшін, ел үшін өліспей беріспейміз. Жерде, елде біздікі. Яғни, жеңісте біздікі жігіттер. Ұрысқа дайындал. Өліспей беріспейміз, жолдас капитан.
Снаряды кончились, товарищ командир! Бегом снарядами! Бегом! Купот! Самолет! Еще! Аға сержант, сізге не болды, көзіңіз ашыңызшы. Кім бар? Көмектесіңдер! Бекадыр, Максим тұрғыз. Аға сержант. Жауды өткізбеу керек. Аға сержант. Қазақтардың қалай соғысатын. Аға сержант. Дәуренбек аға. Кім бар? Кім бар? Көмектесіңдер! Тапсырмаңыз орындалды, аға сержант. Біз жауға тойтарыс бердік. Bir adım шегінбестен шайқастық. Дәуренбек аға. Бектемір, Болат, қайтайық енді, шаршақ боласыңдар.
күн болса сәске боп қалды. Салтанат. Жүрегіміз соғып тұрғанда, бұл келгеніміз келген. Қанды көйлек майдандастарға келіп, бір ауыз сырласпаса, көңіліміз көншімейді. Бұл жауынгерлік борышымыз. Солай емес пе, Болат? Иә, дұрыс айтасың, Бектемір. Қан майданда шейіт болған батырларға деген мәңгілік құрметіміз. Қайтсақ, қайтайық. Көрші ауылда тұрсам да, өздеріңді бір күн көрмесем, сағынып қалам. Әсіресе мынау салтанатты. Қалжының қалмайды-ау сенің, Бектемір. Мына бейбіт заманды көре алмай, жеңіс үшін жанын пида еткен майдангерлерге ұрпақтар атынан шексіз алғыс айтып, мәңгілік құрметпен бас иеміз. Қаратасқа есімдері қашалып жазылған есіл ерлер есімі ел есінде мәңгі сақталды.